Әйеліңді риза қыл, миллионер боласың. Ата енеңнің жағдайын жасап бер. Өзіңнің ата-анаңмен қосып шетелге жібер. Бірақ еркек қанша тырысса да, үйіндегі әйелі поддержка бермесе, 99% еңбегі зая. Үйдегі шешім қабылдайтын еркек, ол қате шешім болса да, әйелі әрдайым поддержка беру керек. Көгермей отырғаныңа енді кім кінәлі деген сұрақ туады. Жауабы екеуі емес. Бұл проблема екеуі үйленбей тұрып кішкентай кезден басталған. Еркекте, әйелде бала кезінде отбасында не көрді, бұл соның нәтижесі. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп қазақ атам айтып кеткен. Шешесін көрді, қызын ал деп те айтқан. Енді күйеу тастап кеткен ортада өскен бала, мейлі өзінің ата-анасының үйінде болсын, немесе сондай бір туысқанның ортасында өскен болуы мүмкін. Яғни, күйеуін бағаламайтын, немесе күйеуінің сөзінің салмағы жоқ отбасында өскен ұл да, қыз да ертең өздерінің отбасында соны қайталайды. Әрине, оның ата-анасы жаман болсын, сондай жаса деп айтпайды. Просто кішкентай кезінен миына сол программа өзінен өз құйылады. Еркек сенім артатын адам емес. Любой момент лақтырып кетуі мүмкін. Немесе үйде әйел өз-өзін бағу керек. Ол еркектің міндет емес деген программа қалыптасады. Ұяда көрдің, қайталадың. Ұяда көрдің, қайталадың. Бұндай отбасты аптасында кемі бір ұрыс. И ол ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. Пока өзің стоп деп тоқтатпағанша. Менің жанұямнан бастап бұл өзгереді деген шешім екеуі де қабылдау керек. Және ол оңай емес, мидағы программаны өзгерту ең қиыны. Бір кездері бәрі дұрыс болғандай көрінеді, бірақ ауру қалса да әдет қалмайды. Бәрібір бір кезде қайталанады. Әйелін бағаламайтын кез болып қалады, немесе әйелі сырттағы біреудің сөзі, ерінің сөзінен, күйеуінің сөзінен жоғары қойып соның айтқанын істейтін кез болып қалады. Сол кезде де тағы бір искра болады. И сол кезде әрқайсысы өзіне сұрақ қою керек. Мен қай жерден қателік жасадым? Сен кінәлісің, анау кінәлі, анау кінәлі емес. Сені миллионер ететін 34-ші қадам, отбасындағы рөліңді сақта. Барлығы оттың басынан басталады. Ертең көрісеміз.